you wondered if I hate you. Fuck you. Shitty of you to make me feel just like this. What I would do to make you feel just like this. Used to be too solid till you scramble me. Used to be your body, you meant to handle me. Used to be non-violent till you. Латвияның ауа райы град или қар бәрі араласып қорқынышты. Қазір сағат 10:30. Біз жарты сағат бұрын тұрдық та, тез даже боянбай шайымызды ішіп остановкаға барып жатырмыз. Латвиядағы Қазақстанның посольствосына барамыз. Біз келдік деп тіркеуге тұрамыз. I be so sick of you niggas, y'all contradicting. I be so bored myself till you come and fuck me. I feel so ordinary, so when you around me. Treat me like corduroy, wear me out. Arguments, you air me out. Tripping about your whereabouts. Казахстан посольство. I don't wanna talk to you, you know you my plug and I can't shake this habit, no. I've been out, baby. Never reminiscing. Never you're missing you. Wishing it was different than what it was. Достар, біз Қазақстанның посольствосынан шықтық, учетқа тұрдық. Сәлем, достар. Burada da ионың доброта. Әне дәу болып тұрады, ионың. Лидо деген жерге келдік. Литваның столовый сияқты. Тауықтың шашлығын алдым, овощи и шай алдым облепиховый, и менде 10 евроға шықты. Біз қазір путешествияларымызды планировать етіп жатырмыз. Төртеміз. Уже букингта отельдер забронировать етіп қойдық, билет алып жатырмыз, енді қайтарғалы қалды. Біз барлығымыз супермаркетқа келдік, себебі бүгін жолға шығамыз. Мен әлі алған жоқпын, бірақ мұнда круассан, сосын нан алдым, сэндвич жасағым келіп тұр. Мұнда икра, сосын лосось алдым, майонез, жетеді деп ойлаймын, қазір олтын аламын. Менің түсінгенім бойынша мұнда мысалы камамбер арзан, лосось арзан, сосын жаңа икра арзан. Сонда осында арзан, бірақ Қазақстанға апарған соң транспорттың кесірінен қымбаттай ма, бірақ мұнда бізде қымбат нәрсе, мұнда арзан екен. Біз өз рейсіміздің гейтіне келдік, бірақ 3 сағат бұрын ерте келіп қойдық. Кішкене күтеміз. Бірақ кешікпейтінімізді білеміз. Әдемі екен аэропортның іші. Осындай. Біз қыздармен бизнес лаунжға кірдік. Ондай. Біз лаунжға кіріп, кішкене тамақ, шай ішіп алдық. Қайдан жақсырып ма, достар? Бірақ достар, біз Краковтың ортасына жеттік. Хабиби! Come to Dubai. Біздің комнатаға, апартментқа рум-тур. Фуй, не стейден кімдікі. Туй, опять басдай. Санжар, сұқсы. Біз апартментімізға келдік. Осындай үлкен зал. Негізі мынау диван болған, бірақ біз 4 адам болған соң естіп сал қойыпты. Кухнясы күшті. Біз ойлаған едік, ыдыс бар ма, жоқ па деп. Мұнда ыдыстары бар, микроволновкасы бар, плитасы таза. Кухня, телевизор, сушилка. И мына жерде тағы бір бөлме. Мына жерде терезесінің виді күшті. Андай старинный город. Ой, мұнда дәу айна бар екен ғой. Блин, мен мынандай үйде тұратын едім. Еще үстінде мынандай терезе. Витамин С ішемін, өйткені мен көп ауырдым. И артына құтамын. Білмеймін, бірақ екеуін бірге ішуге бола. Но мен ішемін. Таң атты, біз күшті ұйықтадық. Мынау апартмент ұнады бізге.
Қазір Олдтаунға барамыз, шіркеулерге, замоктарға кіріп көреміз ішін. Driving up to midnight, driving in nowhere, bumping a slow song, can't get my head clear. Driving up to sunrise, headed to nowhere, hoping that someone's missing me somewhere. Driving, still driving, still turn, just trying to get my head right. It'll all be better when I just gotta get my head right. And it don't hit the same when you all alone and the money's insane. I know it, it don't fill the void at all. And I promise my mama do better, but they keep trying me, so I'm with all the bullshit and fuck it all. Biz bir TikTok'tan суп сататын жерді қарап келсек, именно біз келген күні Wednesday жабық. Капец. Ну мы удачливые достар. Біз жаңа жылды тойладық, бірақ давканың кесірінен әрең шықтық. Ал бізде қазір 20 минуттан кейін Братиславаға поезд, автобус. Қайда бара жатқанымызды білмейміз, әйтеуір бара жатырмыз.